Сәлем достар, баршаңызға бүгін духовкада пісірілетін тауықтың рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Мінекей өте жұмсақ болып, үй жағдайында пісіреміз. Сырты қытырлақ болып шығады және осындай көкөністермен пісіретін боламыз. Видеоны толығырақ қараңыздар, маған пікір қалдырып, мені қолдап кетіңіздер. Ал бісміллах деп жұмысымызды бастаймыз. Мінекей мен тауықты осылай бүтін солай мен кесілмеген тауықты алып, сыртындағы суын міндетті түрде сүртіп алуымыз қажет. Осындай салфетканың көмегімен барлық жерін сүртіп алатын боламыз. Құрғатып алуымыз қажет. Құрғатып алмасақ, біздің тауығымыз егер сулы болып тұрса, тұзымызды жаққан кезде қазір тұзымыз ағып кетуі мүмкін. Сол себепті құрғатып алуымыз өте маңызды. Мінекей барлығын құрғатып алдым. Енді осындай үлкен ыдысымызға салып, жақсылап барлық жеріне тұздап, татымына қарай тұз сеуіп шығуымыз қажет. Осылай ішіне де тұз себетін боламыз. Мінекей достар, барлық жерден тұзды сеуіп болдым. Енді маринадымызды дайындайтын боламыз. Менде мына жерде чесноктың үстіне бір ас қасық медымызды саламыз. Және қара бұрыш пен паприка салатын боламыз. Кетчуп немесе томатный паста салсаңыздар да болады. Мен кетчуп қолдандым. Кетчуппен де дәмі өте керемет болады. Содан соң майонезімізді салатын боламыз. Үстіне соевый соус құямыз. Жақсылап барлық қоспаны араластырып алуымыз қажет. Барлық араластырып, осы соусымызды біздің тауығымызға жағатын боламыз. Мінекей соусымыз дайын. Енді осы тауыққа барлық жеріне жағып, маринадтап қоямыз. Бір түнге қойсаңыздар да болады, немесе 4-5 сағатқа қойсаңыздар да болады. Мен 5 сағаттай қойдым. Таңертеңгісін жасап, кешкісінгі ужинға мен қолданған болатымын. Бұл соусты ішіне де жағатын боламыз. Соустың барлығын жақпаймыз. Шамалысын алып қалатын боламыз. Сол қалған соуспен көкөністерді де маринадтайтын боламыз. Мінекей достар, видеода көрсетілгендей барлығын осылай жасайтын боламыз. Барлығын маринадтап мен тоңазытқышқа салып қойдым 5 сағатқа. Осы қалған маринадпен біз көкөністерімізді маринадтап алатын боламыз. Осындай пергамент қағазын төсеп, үстіне тауығымызды салып аламыз. Духовкада 190 градуста 50 минуттай пісіріп аламыз. Зубочисткамен піскен-піспегенін тексеріп тұруларыңыз қажет. Өйткені әркімнің духовкасы әртүрлі пісірілетін болғандықтан, барлық жерінен, қалың жерлерінен зубочисткамен тексеріп тұруларыңыз қажет. Егер қаны шықса, онда
әлі де піспеген болуы керек. Сол себепті барлығын тексеріп, жақсылап пісіріп алғандарыңыз дұрыс. Осы ыдысымыздың үстіне менде картошка және сәбіз қолдандым. Жуа, перец қоссаңыздар да болады. Жақсылап картошкамды тұздап алдым. Және мағынағы қалған соусты осының үстіне құйып, барлығын араластырып, духовкамызге жөнелтетін боламыз. Мінекей достар, мен тауығымның аяғын осылай байлап қойдым. Байлау, байламау бұл жерде маңызды емес. Әдемілік үшін мен байлап қойдым. Осылай барлық көкөністерімізді салып, бір тегіс етіп жайып аламыз. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей менің тауығым дайын болды, пісті. Өте жұмсақ, сочный болып шықты. Дәмі өте керемет болып шықты. Менің описанияда қалдырған менің рецептім бойынша жасасаңыздар, сіздерде де дәмді болып шығады деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын. Өте керемет астардың бірі. Осындай салатпен қонағымызға ұсынатын боламыз. Құрметті достар, барлықтарыңызға сау болыңыздар. Келесі кездескенше сіздермен бірге болған Жанар Баймұрат.